Сәлеметсіздер ме менің оқырмандарым, сіздермен Таңшолпан. Сіздерге творожный сырдың тез дайындалу жолын көрсетемін. Осындай біздің кефирімізді заморозкадан алып шыққан болатынмын. Заморозтетіп біз оны түңгілік осындай сүзекіге сүзіп алдым. Сіздер оны марлымен сүзсеңіздер де болады, басқа жаңағындай орамалмен де сүзсеңіздер болады. Өзінен суын бөлек қылып, және осылай біз оны түңгілікке қалдырған болатынбыз. Бөлек ыдысқа жаңағы біздің массамызды салып аламыз, оған жарты қасық тұз сеуіп, жақсылап араластырамыз. Араластырылған массамыз осындай түрде болды. Бөлек ыдысқа біз бір жұмыртқа және тұз қант салып, жақсылап венчикпен немесе миксермен араластырамыз. Көбіктенгенше осындай жақсылап араластыруымыз керек. Осы араластырылған массамызды келесі жаңағы біздің айранымызға құямыз. Венчикпен жақсылап араластырамыз, немесе миксермен араластырсаңыз да болады. Осындай қоймалжың қаймақ тәріздес масса пайда болады. Осы қалпында да қатырып жесеңіздер болады, немесе осыған петрушка, немесе укроп сеуіп, тоже жақсы әдемі үйлеседі. Мен укроп турап салдым. Жақсылап араластырып, осындай пластмассовый ыдысқа салып, холодильникке 10 минутқа қоя тұрдым. Осылай таңғы асқа жақсы үйлесті. Менімен соңына дейін болғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.